Біздің екінші интервенционды кардиология бөлімінде жоспарлы және жедел түрде жүрек ауруы бар науқастарға көмек көрсетіледі. Бізде науқастар жүректің ишемиялық ауруы бар, жүректің созылмалы жүрек жетіспеушілігі бар науқастар келеді, жүректің әртүрлі өткізгіштік бұзылыстары және ырғақ бұзылыстарымен ем ала алады. Бізде пациенттер жоспарлы келгенде жүректің ишемиялық ауруы бар пациенттер өздері алдын ала зерттеулерден өткізіледі. Біздің отделениеге жатқаннан кейін қосымша тексерістерден өткізгеннен кейін коронар ангиография зерттеуін жасаймыз. Егерде коронар ангиографияда бір жүректің зақымдалуы анықталып жатса тамырларында, сол жерде стенд орнатылады. Катетерлік ангиография бөлімінде сондай операциялар жасалады. Бүгінгі жасалған науқастың ота түрі, операция түрі ол коронар ангиография. Бұл дүние жүзінде ең жиі және көп тараған жүрек ақауларын, жүрек ауруларының зерттеудің алтын тәсілі. Жүрекпен ауыратын әр адамның 92% осындай зерттеуден өтуі тиіс. Себебі 5000 адамға 1250 адамның жүрек ақауларының, жүрек ауруларының себебі бұл жүрек тамырларының тарылуы, тосылуы, бітелуі немесе анатомиялық ерекшелігінен пайда болады. Мысалға, бүгінгі науқаста аритмологиялық ем қажет етілді. Оның жүрек ырғағының бұзылысы пайда болған. Науқаста көбінесе жүрек ырғағының бұзылысы, оның дірілдеп жұмыс істеуі арасында жүрек ырғағының тоқтау сезімі пайда болғаны шағымданған. Зерттеу нәтижесінде коронар ангиография бұл ең соңғы зерттеу нәтижесі болып саналады. Сол кезде жүрек ырғағына әсер ететін жүректің оң жақ бөлігінің тамырында созылмалы түрде табылған аймағы анықталып, соған бір мезетте стенд орнатылды. Стенд орнатылғаннан кейін сол мезетте науқастың жүрек ырғағының бұзылысы төмендеп, жүректің миокардына, бұлшық етіне ауаның келуі көбейіп, науқастың сол мезетте, сол жағдайда операция барысында жағдайы жақсарды. Және де кейін динамикалық бақылауда бұл науқаста жүрек ырғағының бұзылысы мүлдем кетуі мүмкін. Сондықтан бұл тәсіл әр ауруханада қолданады, бірақ оны анықтау керек. Бұл науқаста коронарографияның қорытындысы бойынша алдымен көп тамырлы зақымдану анықталған болатын. Қазіргі уақытта мен науқастың коронар шунтография дискін жүктеп жатырмын. Шунтографияның қорытындысы бойынша алдында тігілген шунттардың қызметі толықтай жасап жатыр. Ал басқа коронарлы артерияларда гемодинамикалық тарылулар анықталмағаннан соң қосалқы стенттеу қажет емес. Егер жүректің науқаста күрделі зақымдалулар анықталып жатса, үш тамырлы немесе одан да многососудистый поражение анықталып жатса, онда біз науқастарды консилиум жасап, кардиохирургтарға көрсетіп, ары қарай егер показания болса, жүректің ашық операциясына ауыстырамыз. Сонымен қатар біздің бөлімде жүректің созылмалы жүрек жетіспеушілігі бар науқастарға жоспарлы түрде
бағаналы клеткаларды трансплантациялау операциясы жасалады. Бұл операцияның мақсаты жүректің созылмалы жетіспеушілігі бар науқастарда жүректің айдау қызметін фракциясын жоғарылату мақсатында, жүректің жалпы науқастың өмір сапасын жақсарту мақсатында жасалады. Бұл процедураның өзі арнайы консилиуммен пациенттерді толық зерттеу жасау арқылы ешқандай қарсы көрсеткіштер болмаған жағдайда ғана жасай аламыз. Сонымен қатар біздің бөлімде жедел түрде түсетін жедел коронарлы синдром диагнозымен де пациенттер ем алады. Арнайы схема бойынша, протокол бойынша коронар ангиография жасап көмек көрсетіледі.